Армысыздар, құрметті халайық. Біз сіздермен бүгін осы шеруге жиналып, Қазақстанда реформалар өткізу керек екенін талап етіп отырмыз. Ең бірінші, Қазақстанда ашық, мөлдір сайлау өткізу керек. Сол сайлау арқылы парламентте өзіміздің халықтың арасында шыққан азаматтар депутаттық мандатқа ие болу керек. Парламент бір палаталық болу керек. Бүгінгі саяси партияларға арналған заңды өзгерту керек. Саяси партиялардың тіркелуіне, өз саяси істерін атқаруына және саяси бәсекелік көрсетуіне жағдай жасау керек. Бүгінгі күнде саяси партиялардың тек қана мүшелері ғана осы парламентқа сайлауға қатыса алатын болғандықтан біз талап етеміз. Саяси сайлаудың процесін өзгерту керек. Ең бірінші 50% партия тізімдермен 50% одномандаттық округтан болу керек. Және бүгінгі күнде саяси реформаларға байланысты ең бірінші әйел азаматшыларды, жастарды осы сайлау науқанына жол ашып, парламентте ер азаматтармен бірге тең болуына жағдай жасау керек. Сот әділ болу керек, сотты сайлау керек, бүкіл ақпарат құралдарының жұмысын тоқтатпау керек. Я считаю, в Казахстане нужны политические реформы, однопалатный парламент, честные, свободные выборы, снятие иммунитета с депутатов парламента, и чтобы выборы были не только по партийным спискам, а 50 на 50, 50 по партийным спискам, 50 по мандатным округам. Я считаю, что в парламенте должна быть молодежь и женщины наравне с нашими мужчинами. Я считаю, что сегодня в Казахстане граждане готовы к политическим реформам и готовы взять ответственность на себя. Алга, Казахстан!